Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің онлайн сабағымыздың тақырыбы әртүрлі денелі пішіндерге киімді құрастырудың ерекшеліктері. Яғни әртүрлі денелі пішіндерге деген сөздің өзін түсініп тұрсыздар деп ойлаймын. Жалпы сән мен үйлесімділікке бағытталған жобалау тәсілдері бүгінгі өтетін сабағымыз. Жалпы әртүрлі денелі пішіндерге не жатады? Яғни алма тәріздес, алмұрт тәріздес, немесе құмсағат тәріздес, немесе тік төртбұрышты, немесе треугольник, яғни үш бұрышты конус тәрізді фигураларды жатқызамыз. Жалпы алдыңғы сабақтарда өткен болатынбыз. Естеріңізде болса, жалпы әр адамның дене пішіні бірдей бола бермейді. Киімді құрастыруда дене пропорцияларын ескеру бұл жерде өте маңызды рөл атқарады. Жалпы мақсатымыз фигураны үйлестіріп, кемшіліктерді жасырып, артықшылықтарды айқындау. Жалпы кемшіліктерді жасырып дегеніміз бұл жерде жалпы дене пішінде май басқан бөліктері болуы мүмкін. Сол бөліктерді жасыру үшін бізде муляж арқылы әдемі фасондарды беріп, бізде әдемі артық жаңағы кемшіліктерін жасыратын өзінің тәсілдері бар. Немесе артықшылықты айқындау, яғни әдемі фигураны әдемі етіп көрсету бізге жалпы өте маңызды. Жалпы негізгі дене пішіндері бұлар құмсағат, яғни белі жіңішке, иық пен жамбасы тең болып келеді. Яғни бұл әдемі қалыпты фигура деп айтсақ та болады. Жалпы алмұрт тәріздес дене пішіні, яғни жамбасы кең, иығы тар болып келеді. Келесі бізде алма тәріздес, яғни іші шығыңқы, белі анық емес, кешіріңіздер, қимылдап кетті. Белі анық емес, сондай бір домалақ денелі пішінді айтамыз. Ары қарай тікбұрышты пішінді айтамыз. Иық, бел, жамбас өлшемдері бірдей болып келеді. Яғни олар жалпы төрт бұрышты, жалпы жалпақ денелі деп атаймыз. Бесінші үш бұрышты, яғни кері. Осы бір тікбұрышты айтқанымызға кері мағынада, яғни иығы кең, жамбасы тар фигураларда келеді. Бізде жалпы кездеседі. Жалпы құрастыру ерекшеліктеріне тоқтала кетсек, жалпы қажетті өлшемдерді дәл алу бұл өте маңызды қадамдардың бірі. Алдыңғы сабақта өтіп кеткеніміздей, жалпы пішінді визуалды теңестіру, артық майлы тұстарды жасыратын силуэт таңдау деген сияқты, декор мен мата түрін дұрыс үйлестіру, бел сызығын анықтау арқылы фигураны реттеу, бұның барлығы бізде маңызды ерекшеліктерінің біріне жатады екен. Жалпы киімдегі ұсыныстар, мысалы киімдегі ұсыныстарды біз алдымызға келіп тұрған клиентімізге қарап білуімізге болады. Олардың қайсы фигура типіне жататынын біз міндетті түрде анықтап алуымыз өте маңызды. Және де клиентпен сөйлескен күнде ол жерде өзінің ішкі жан дүниесі арқылы өзіне керек бұйымды айтып алады. Яғни әрі қарай біз оны дамытуымыз бұл бізге байланысты. Жалпы алмұрт тәріздес пішініне ашық иықты А силуэт белдемшелер өте жақсы жарасатынын айта аламыз. Ал алма пішініне тік силуэтті, яғни В тәрізді мойын ойықтары өте жақсы жарасады деп тұжырымдаймыз. Әрі қарай құмсағат, белі айқындалған көйлектер мен белдемшелер, яғни құмсағат фигураларға өте әдемі стандартты киімдерді жасай беруге болады. Әрі қарай тік бұрышты, яғни бел тұсын айқындамайтын, белбеу мен қиықтары бар киімдерді жасауға кеңес береміз.
Жалпы қорытындылай келе, біз киім тек сән емес, үйлесім мен өз-өзіне сенімділіктің кепілі болып есептеледі. Жалпы әр пішінге жеке тәсіл заманауи дизайнердің басты қағидасы. Яғни адамдар әртүрлі болып келгендіктен, олардың пішіні де әртүрлі болғандықтан, жалпы әрқайсысына әртүрлі тәсілдерді қолдана отыру біздің дизайнерлердің, жалпы стилистердің басты құралының бірі болып табылады. Жалпы дұрыс құрастырылған киім сәтті бейненің негізі болып табылады. Яғни біздің мақсатымыз клиентпен жұмыс істеп, оның басты қалауын жасап, оның соңында жақсы сәтті бейнесі, яғни бұйымы үстіне қона қалғаны бізге өте маңызды қағиданың бірі болып саналады. Жалпы осымен біздің онлайн сабағымыздың тақырыбы аяқталды. Осы тақырып сіздерге түсінікті болды деген үміттемін. Осы жазылған анықтамаларды сіздерге жазып алуға ұсынамын. Келесі жаңағы тақырыптарда осы анықтамаларды міндетті түрде жазып алғандарыңызды тексеретін боламын. Жалпы бүгінгі сабаққа тапсырма сіздерге осы анықтамаларды міндетті түрде жазып алып, интернеттен қосымша ізденулеріңізді сұраймын. Сау болыңыздар. Бүгінгі онлайн сабағымыз осымен аяқталды.